Бірінші байлық денсаулыққа арналған бізде кәсіптің түрі бар. Бұл денсаулыққа арналған кәсіптің түрі болғандықтан, яғни өзіңіз пайдаланып көресіз. Одан кейін интернет желісімен сатуға да болады. Яғни интернет-магазин дейді ғой, американ интернет-магазин. Сіз өз тұрақты өзіңіз тұтынушы болса, онымен қоса сіз ақша таба аласыз. Яғни отбасыңыз, денсаулығыңыз жөнінде, әулетіңіздің, дос-жарандарыңыздың, айналаңыз, ауылыңыздың денсаулығын жақсарта аласыз. Онымен қоса сол тұтынушы боласыз, яғни интернеттің күшімен жұмыс жасайсыз. Қазақстанның 90 қаласында жұмыс істеуге болады. Онымен қоса әлемнің 169 мемлекетінде жұмыс жасап тұрған магазин. Яғни биыл бір мемлекет 170-тей болып қалды. Әлі дами береді. Оның үстіне әлемдік масштабтағы интернет-магазин, сонымен жұмыс жасайтын боласыз. Біздің шартымызда бір-ақ шарты бар, бірақ барлық тегін болады. Сабақтар тегін, магазин ашу тегін. Өзіңіз көресіз, ойланып білімді шыңдайсыз, қаржылық сауатты артасыз, психологиялық көмектер болады. Ұстаздардың сабақтары, әлемдік ұстаздардың сабақтары бар. Ұлы Абай атамыздың сабақтарын оқуға болады. Дана Кемеңгер атамызды Ұлы Абайды көп оқыған жақсы. Ол кісінің қара сөздері болсын, өлеңдері болсын, даналыққа шақырады бізді. Адамгершілікке, адамшылыққа шақырады. Осындай кәсіптің түрі бар. Сіз жан-жақты дамитын, тұлғалық дамисыз, жан-жақты. Осы магазин арқылы сіз жұмыс жасайтын боласыз. Яғни әр айдың 10-і мен 15-і күні тұрақты Каспий немесе Халық банкарға ақша түсетін болады. Бұл біраз жұмыстары бар. Яғни үйден шықпай-ақ жұмыс істеуге болады көбінесе. Онлайн дейді ғой, онлайн. Қазір әлем онлайн көшіп жатыр. Әлем қайда кетіп жатыр, интернет-магазинге көшіп жатыр. Онлайн жүйесіне көшті ғой қазір әлем. Бұл әлі әрі дами береді деген сөз. Көптеген платформалар арқылы жұмыс жасайсыз. Қандай рахат жұмыс, күшті жұмыс. Қар жұмысына шаршасаңыз, күнделікті киім тіршіліктен шаршасаңыз, бастапқыда бұны қосымша жұмыс ретінде бастап көруге болады. Одан кейін ойлана жатасыз, кейін ақырындап. Бастапқыда солай бастап көріңіз. Күнделікті 2 сағат уақытыңызды бөліп, осы кәсіп арқылы істеп көріңізге болады, осы кәсіпті. Менің WhatsApp нөмірім бар, соған хабарласыңыздар. Мен сіздерге өзім үйрететін боламын. Немесе осы жерде айтып кетейін, 8 708 686 21 88 нөмірі. Осы нөмірімді жаттап хабарласыңыздар.